6 оқиға. Аты Нұргүл екен. Манадан бері құмарлықтың бұғауымен жүріп, жүзіне дұрыстап зер салмаған екенмін. Есіктен кірер-кірместен болған айқас бізді кәдімгідей есеңгіретіп тастапты. Қазір міне, ас үйде шай ішіп отырмыз. Ал қызыл түстегі қысқа етекті жеңіл халатқа оранған Нұргүлге дұрыстап көз тастаймын. Бағанағы керегеге жабыса ыңқылдасқан Нұргүлге еш ұқсамайды. Кең маңдай, ойнақы, көз. Шырын ерін. Көрген жігіт бұл қызды бірден ажарлы деп табар еді. Сұлу емес. Ажарлы, көрікті емес шығар. Бірақ көркем. Жанары тым өткір екен. Өжетсің-ау дедім ішімнен. Ежелгі түмен басыларының қатындарына ұқсаттым. Бәлкім тік отырып, еркін сөйлетін болғандықтан шығар, қайдан білейін. Тәпіштеп еш нәрсе сұрамады. Бар болғаны тасағынымның ұзындығын айтып болмашы жымейді. Ал қызыл халаттың омырауы бос тартылған. Қос анарының түгелдей дерлігі анық көрінді. Төңкерле біткен алмұртқа ұқсаттым. Мұндай емшек төсекте өзін еркін ұстайтын қыздарға тән. Ұштары қоңырқай үлкен. Ләззат құмарлығын танытып тұрды. Аяқтары түп-түзу. Сандары толық болмаса да тартымды. Аяғын айқастыра отырғаны мені қайтадан ойымды елтіп әкетті. Ішіп жеп өліп отырғанымды байқап қалды да, аяғын наздана көтеріп менің бұтымның арасына тықты. Қатты итермей мүшемді табандарымен үйкелей бастады. Шалбарымды кере түсіп құралым көтеріп келе жатты. Келер сәтте шағын ғана бөлмедегі ағаш төсектен табылдық. Менің шалбарым оңай шешілді. Нұргүлдің үстіне құлай бере бірден ашылып қалған қосанарға ауыз салдым. Бірін уқалап, бірін сорып қыздың ах еткен дауысын естігім келген. Қыз қолын ауым жүгіртті. Тынымсыз тартқылап, есі кетіп ыңырси түсті. Бүкіл денесін аймалай, жайлап төмен сырғыдым. Кіндігін қытықтай түсіп, одан әрі төмен сырғыдым. Клиторын саусағыммен уқалай отырып, саны мен күн тимесінің арасын жеңіл өбіп өткенім есімде. Қызды тоңқайта тұрғызып, артынан итердім. Ұзақ қаттырақ шашынан тартқылап ұрғылаған сайын делебем қоза түскендей болды. Қыз төсектің басына жабысқан күйі ыңқылдап ырқыма көне берді. Қыздың шықына түсіп бітіріп қойғанына да қарамадым. Одан кейін қыз үстіме шыққаны есімде. Қос емшегі солқ-солқ етіп үстінде жарты сағат секіргіледі. Таңға жуық үстіне бір мініп түстім. Нұргүл ұйқысырап қала берді. Жұмысқа ерте тұрып кеттім. Келесі жолғы кездесуіміз бұдан да жалынды өтетініне сенімді едім.